Достар, баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге өзіміздің осы қазіргі уақытта, осы соғым уақытындағы айналдырған қазының әдісін көрсететін боламын. Осындай бір үлкен малдың қазысына 1 кг сарымсақ пен 1 кг тұзды араластырып, оны түңлікке қойып қоямыз. Барлығын шағып қоямыз. Енді осындай әдіспен осындай шекке кигізетін боламыз. Мен әрқашанда осындай сүйегімен айналдырамын қазына. Сүйекті алып тастаймыз десеңіздер де өздеріңіздің әдістеріңіз бойынша істей беруге болады. Және де достар, осы қазыға кейбіреулері бұрыш қосады. Мысалы, бұрыш қоссаңыздар да дәмінде ешқандай қатты айырмашылық болмайды. Сондықтан да бұрышпен де бұрышсыз да істей беруге болады. Мен осылай тұзбен, сарымсақпен ғана жасайтын боламын. Осындай әдіспен сүйегінің бас жағынан осындай шекке кигізіп, барлығын толығымен сыйдырып кигізіп аламыз. Достар, егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Менің каналымды қолдап, осындай әрқашанда лайк басып, комментарий жазып астына қолдап отыруды ұмытпаңыздар. Сіздерге осындай ауылдың тағамдары мен ауылдың өмірі және де қолжетімді тағамдардан тұратын әртүрлі дәмділерді салып тұрамын. Міне енді осылай шектің аяқ жағын осындай зубочисткамен бірлеп түйіп аламыз. Ол біздің байлаған жібіміз шығып кетпес үшін осы зубочисткамен түйіп, осының астынан қазір осындай қалың жіппен байлап қоямыз. Осылай бірлеп түйіп аламыз. Енді шегімізді осындай қатты тартпай, осылай кішкене бостау қылып, енді осы сүйектің бас жағында қалың етке осындай зубочисткамызды тағы да тығып, оны тағы да осындай жіппен байлап қоямыз. Бір малдың шегі өзінің осы қазысының барлығына жету керек. Осылай қаттырақ түйіп байлап қоямыз. Артық шектерін осылай кесіп тастаймыз қазының басынан. Міне осындай әдіспен қалған қазыларымыздың барлығын кигізіп, барлығын айналдырып аламыз. Міне менде соңғы қазы осылай барлығын мен жасап алдым. Достар, міне сіздерге осындай менің әдісім ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Каналымды қолдап, лайк басып, ойларыңызды, өздеріңіздің әдістеріңізді жазып комментарийға, және де өздеріңіздің ұсыныстарыңызды жазып отырсаңыздар болады. Бүгінгі менің осы қазы айналдыру әдісім ұнап жатса, мені қолдап қойыңыздар. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.